тоқтық жаңа толқын бағдарламасы. Қымбат көрермен, және де бүгін 14 наурыз күні Түркістан қаласына біршама іс-шаралар өтуде. Дәл осындай келелі жиындардың бірі Түркістан қаласында орналасқан оқушылар сарайында мемлекеттік деңгейде арнайы форум өтіп жатыр. Ендеше дәл осы форумның негізгі мақсаты, мәні қандай, мазмұны неде, осыны білу үшін біздің әріптесіміз Эльмираны тікелей байланысқа шақырамыз. Ендеше Эльмира, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, әріптес. Армысыз қазақ елі, армысыз Түркістан телеарнасының көрермендері, бүгін көктемнің жайма шуақ күні 14 наурыз амал мерекесі көрісу күні. Осындай ұлттық мейрамға тұспа-тұс Түркістан қаласының оқушылар сарайының төрінде жасанды интеллект және мектеп оқулықтары оқу мен дамудың жаңа көкжиектері атты республикалық конференция өтуде. Ал осы конференцияны Түркістан қаласының әкімдігі және Түркістан қалалық білім бөлімі, сонымен қатар оқушылар сарайы және Алматы кітап баспасы ұйымдастырып отыр. Ал енді осынау іс-шараның маңыздылығы туралы Алматы кітап баспасының вице-президенті Асима ханымнан сұрасақ. Асима ханым, осынау іс-шараның маңыздылығына тоқталсаңыз. Бүгін Алматы кітап баспасы арнайы Түркістан облысына Алматы кітап күнін өткізгелі келіп отыр. 14-15 наурыз күндеріне. Бұл баспамыздың бір жаңа бастамасы. Түркістан өңірінің ұстаздарына, білім беру ұйымының қызметкерлеріне, мектепке дейінгі білім беру ұйымынан бастап 11 сыныпқа дейінгі ұстаздардың кәсіби тәжірибесін дамыту, соның ішінде қазіргі білім саласындағы жаңа тренд, жасанды интеллекттің мүмкіндіктерін білім беру саласында тиімді қолдану. Осы мәселе төңірегінде баспамыздың ең мықты авторлары, химия, физика, биология, бастауыш сыныптар, мектепке дейінгі білім берудің ең үздік авторлары өздерінің сонша жылғы жинақтаған озық тәжірибесін осы ұстаздар қауымына таныстыру, үйрету, бөлісу мақсатында келіп отырмыз. Жаңа ғана пленарлық мәжіліс аяқталды. Ұстаздар үлкен сондай ықыласпен тыңдап, қуанып, сондай бір жаңа ақпараттар үшін ризашылықтарын білдіріп жатыр. Және де біз бүгінгі Алматы кітап баспасының үлкен ұжымының бір шағын ғана шығармашылық тобының өзі үлкен бір мақсат міндетті арқалап келіп отыр. Яғни баспамыздың жаңа өнімі бұл ұстаздар қауымына, оқушыларға цифрлық көмекші ретінде қамқор деп аталатын жасанды интеллектіні Топ IQ білім беру платформасы арқылы барлық электрондық оқулықтардың мазмұнына кіріктірген. Соны қалай қолдануға болады, оның қандай мүмкіндігі бар, білім беру процесін жаңаға тиімді етуде қалай қолдануға болады деген мәселе төңірегінде ұстаздарға таныстырдық. Және түстен кейін біздің әріптестеріміз Финляндияда оқып келген авторларымыз, Сингапурда білім алып келген авторларымыз сол әлемдік ең озық тәжірибені өздерінің авторлық жаңа туындыларын, өздері куәлік алған жаңа туындыларын, жаңа өнімдерін осы Түркістан өңірінің ұстаздарына таныстырады. Рахмет, Асима ханым. Ал енді қымбат көрермен, осы конференция аясында көрме, кереметтей көрме ұйымдастырылған болатын. Біздің жанымызда осы көрмеге өзінің ұлттық қолдан жасалған дүниелерін алып келген Фарида ханым тұр. Фарида ханым, айтып кетсеңіз. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Енді мен бүгінгі алып келген осы Алматы кітап баспасынан бүткіл Қазақстанға таралған екі үлкен біздің біртұтас тәрбие аясында екі үлкен әдістемелік кешен. Бұл әдістемелік кешеннің ерекшелігі ішінде ұлттық құндылығымыз 3-5 жас аралығындағы балалардың даму кезеңі, балалардың анау не, мынау не деген сұрақтарына бір керемет жауапты осы Алматы кітап баспасынан баланың мына 3-5 жас аралығындағы ең даму кезеңіндегі ұсақ қол моторикалары өте жақсы жұмыс жасау керек. Сол кезге менің көп жылдан бергі тәжірибемді осы Алматы кітап баспасы үлкен екі кешенге сыйдыртып бүткіл Қазақстанға таратып отыр. Мына жерде асықтан асықты санай да біледі, оны бояй да біледі, қоя да біледі, құрастырады. Ал енді мына қолданбалы кіріктірілген өнерде жүнмен балалардың жасауы, ол жерде де балалардың сипап сезіну қасиеттері баланың нағыз тұлға болып қалыптасар кезде осындай жұмыстарды жасап, біздің болашақ ұрпақтарымызды болашағын жарқын етпекпіз. Фарида ханым, мына жерде асықтан жасалған кереметтей бір бұйым көріп тұрмыз. Осын көрермендерге түсініп беріңізші. Жабыстырылмаған ғой? Бұл жабыстырылмаған, әрине бұл жабыстырылмайды, өйткені бұл баланың қиялын дамытатын. Қараңыздар, қымбат көрермен, өзіміздің асықтарымыз, ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін
балаларға, иә? Иә, балаларға арналған. Бұл жерде мектепке дайындық тобы, мысалы мына жерде қанша асық жатыр, соны санайды, оны қояды. Асықтың жатысына дейін бала есіне сақтап қалу керек. Ол бүк жатты ма, шік жатты ма, алшы ма, тәйке ме. Осымен кереметтей бір үлгі бойынша әртүрлі нәрселер, мысалы көйлек, нерде біздің атымыз, сәйгүлігіміз, домбырамыз, қалпағымыз, ойын, тұмар, барлығы осы жерде жинақталған топтама көрсетілген. Және үлкен де топтық жұмыстарды жасайды, олар композиция жасайды осы асықтан. Асықты ойнаймыз, дамимыз және Баланың дамуына үлес қосамыз. Иә, үлкен үлес. Рахмет, Фарида ханым, осындай көрмеге керемет дүниелеріңізді алып келген екенсіз, кітабыңыз да бар екен. Алғысымызды білдіреміз.